мембраналардан өтіп қан тамырлардың барлығына не істейді? Арқылы жүйелердің бүкіл жеткізген 12 системамыздың бәріне барған кезде капиллярға дейін барады дедім, иә? Сонда бүкіл капиллярды оятып, ол жерден қан жүргізсе, бүкіл органға не барды? Қорек барды. Қорек не арқылы барады? Қан арқылы барады. Сондықтан да жаңағы біздің органдарымыз қорек алды. Қорек алғандықтан жаңағы органдар тағы да питание алғасын, олар өзінің жұмысын жақсарта бастайды. Өзінің істемей тұрған жұмыстарын кішкене жаңа ауырыңқырап немесе шаршап тұрған қалпына қорек келеді. Өзіңіз мысалы тамақ ішпесеңіз қалай слабый боласыз, сол секілді орган ылғи қорек алып тұрады. А қорек қан арқылы барып тұратын неге түгел жаңағындай жүргізіп бүкіл органға жеткізгендіктен. Екіншіден жаңағы заттардың алмасуын туғызады. Зат алмасуы қайдан туады? Жаңағы бара жатқан жаңағы магний водородымыз клеткалардың іштеріне кіреді, сөйтіп солевой, водный балансты қалпына келтіреді. Бұрын қышқылдық орта болып тұратын болса, жаңағы слабощелочная среда 7-40, міне осы ортаға келтіреді. Бұндай ортада микроорганизмдер, паразит, керек емес паразиттер өмір сүре алмайды. Міне солардың қалыпқа келуіне көмектеседі. Ол жерде врачтар бар, реаниматолог, сол кісілердің мен айтуынан жақсы естідім, өзімде жолдасым врач, сонда айтатын, біз жаңағы көптеген отзывтарды да оқыдым, кез келген ауру дейді, қатты ауырып жатқан кезде, реанимация жатқанда, оған соды құйып, арқылы кезінде әлгі неден прибормен қарап отырса, қазір енді автоматически істейді ғой, барлығы. Сөйтіп солевой водный баланстың қалпына келмесек, ешқандай ем қонбайды дейді. Сондықтан да мынау натуральный виде өзі не істейді, ортамызды дұрыстап